Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кимчидің рецептімен бөлісемін. Бұл кәріс халқының тағамы. Бұл тағамды кимчиді, яғни кәрістер күнделікті қолданады, дастарханнан күнде көруге болады. Олар бұл тағамды аурулардың алдын алады, иммунитетті күшейтеді, асты жақсы қорытады және қартаюдың алдын алады деп есептейді. Сондықтан кәріс халқы бұл тағамды ерекше жақсы көреді. Бүгін сіздерге рецептімен бөлісемін. Алдымен каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз, рецепттердің шыққан уақытын жіберіп алмаңыз. Ендеше бізге керек ингредиенттер: ол пекин капустасы, сәбіз керек, жасыл пияз керек, шағын кішкентай бір имбирь керек, пияз біреу керек, және сарымсақ, соя тұздығы, қант және де ащы қызыл бұрыш керек. Ең алдымен пекин капустасын жайлы айтсақ, бұл жерде бір пекин капустасы, оны 4-ке бөлеміз және 4-ке бөлгесін жақсылап жуып, оны тұздаймыз. Тұздаған кезде әрбір қабатын осылай ашып, араларының барлығына көбірек молынан тұзды себеміз. Және де осылайнан жоғары қаратып 1 сағат, одан кейін төмен қаратып 1 сағат қойып қоямыз. Сол кезде суы шығып, тұзы сіңіп, және де сіздің капустаңыз осылай майыстырған кезде сынбайтын, өте жұмсақ болу керек. Осылай бүктеген кезде де сынбайтын болу керек. Содан кейін барып, жақсылап тұздалғаннан кейін, осылай жұп-жұмсақ болған кезде оны суға шаямыз. Шайған кезде де барлық қабатын ашып, барлық тұзын барлығын шайып, салқын суда бірнеше рет жуып аламыз. Енді біздің капустамыздың тұздығын дайындаймыз. Ол үшін 200 мл суға 20 грамм қант салып, отқа қоямыз. Суды қатты қайнатпаймыз, тек қана осы қант ерінгенше шамалы ғана суды ысытамыз. Ары қарай біздің суымыз кішкене ыстық болып кетті. Сол үшін кішкене суығанша дейін көкөністерімізді турап аламыз. Бір сәбізді теркадан өткіземіз. Сәбіз жалпы кимчиға міндетті емес, себебі оны көбінесе әдемілігі үшін, түсі үшін қосады, дәміне мүлдем әсер етпейді. Сондықтан қоссаңыз да болады, қоспасаңыз да болады. Сәбізді теркадан өткізгеннен кейін жасыл пиязды да турап аламыз. Мен пияздың орнына жусай қостым. Жусай қоссаңыз да, жасыл пияз қоссаңыз да айырмашылығы жоқ. Осылай ұзыншалап оны да турап дайындап аламыз. Енді біздің суымыздың үстіне сарымсақты, имбирді және пиязды үшеуін де теркадан өткізіп аламыз. Бұл жерде 4 сарымсақ, 15 грамм имбирь және де 1 пияз. Біз бір ғана пекин капустасын жасап жатқаннан кейін осындай көлемдегі болғасын теркадан өткізіп жатырмыз. Жалпы кимчиді кәріс ұлты бір дайындаған кезде 400 капустадан, 200 капустадан жасайды. Тіпті кимчи жасайтын ол жақта заводтар да бар. Ондай көп көлемде қысқа жауып қоятын болсаңыз, онда имбирь, сарымсақ, пияз үшеуін де бірге мясорубкадан өткізіп алғаныңыз өзіңізге ыңғайлы болады. Біз аз көлемде жасағасын осылай теркадан өткіземіз. Пиязды да солай теркадан өткізіп дайындап аламыз. Енді осының үстіне 1 ас қасық соя тұздығын қосамыз. Негізі кимчиға балық тұздығын қосып жатады. Соя тұздығымен алмастырсаңыз да болады. Және де 50 грамм ащы қызыл бұрыш қосамыз. Енді осының барлығын араластырамыз. Егер сіз кимчиді үлкен көлемде бірнеше капустадан жасайтын болсаңыз, ол кезде суға 1 ас қасық ұн қосып жіберсеңіз, суыңыз жақсы қоюланады. Мен аз көлемде жасағаннан кейін ұн қоспадым. Енді осы біздің сұйық массамызды көкөністердің үстіне салып араластырамыз. Осымен біздің тұздығымыз дайын болды. Жақсылап араластырып аламыз.
Сәбіздер қатты болып көрінуі мүмкін, бірақ ол біраз уақыттан кейін жұмсаратын болады. Енді біздің жақсылап бірнеше рет жуылған капустамыз осындай болады. Өте жұмсақ, иілгіш болады. Майыстырған кезде сынбау керек. Және де қолға перчатки киюді ұмытпаңыз, себебі ащы бұрыш қолдарыңызды ашытады. Енді біздің тұздығымызды капустаның әр бір қабатына ашып осылай жағып шығамыз. Екі капустаның жаққан видео түспей қалыпты. Сондықтан қалған екеуін осылай көрсетіп жатырмын. Әр бір қабатына жақсылап тұздығын жағамыз, одан кейін шамалы көкөністерді салып қоямыз ортасына. Әр бір қабатын қалдырмай барлығын жағып шығыңыз, және де ең соңында бетін тұздықпен жаққаннан кейін осылайынан екі бүктеп қалың жағын бетіне қаратамыз, кішкене басылып, өз салмағымен басып тұру үшін. Дәл осылай барлық капустаның әр бір қабатын барлығын ашып, жақсылап тұздап шығамыз. Түсіп қалған кішкентай бөліктерінде оны да осылайынан тұздап араластырыңыз, лақтырып жібермеңіз. Енді осының барлығын шағын бір контейнерге саламыз. Контейнеріңіз кішірек болғаны жақсы, тығыздалып тұру керек, және де бетін жақсылап басып қоямыз. Егер көп көлемде жасап, үлкен ыдысқа жасайтын болсаңыз, бетін ауыр бір бутылкадағы сумен ба бірдеңемен басып қойыңыз. Енді осыны 2 күнге холодильникке қоямыз, содан кейін барып дастарханға ұсынуға болады. Тіпті 1 апта 10 күнге дейін көп көлемде болса, сондай ұзақ уақытқа тұздауға қойып қою керек. Сол кезде осылай сіздің капустаңыз өзіне тұздықты жақсы сіңіреді, өте дәмді болады. Дастарханға ұсынған кезде кимчиді жеуге ыңғайлы болу үшін қайшымен ұсақ-ұсақ бөліктерге қиып қойғаныңыз жақсы болады. Сол кезде жеген кезде ыңғайлы болады. Жалпы кимчи әлемдегі денсаулыққа пайдалы тағамдардың ішінде 4-ші орын алады екен. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Шынымен де жеген кезде тәбетті ашады және асты өте жақсы қорытады. Жасалуы да өте оңай. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сау болыңыз!